ер мен әйелдің сәлеміне келетін болсақ, негізі ер кісі әйел кісімен тікелей, әсіресе жастармен нелермен тікелей сәлемдесе алмайды. Иә, ер кісі мен әйел кісінің несі болу керек, арада қарым қатынасы ондай тығыз болмау керек. Тек қарт кісілер болса, иә, олармен сәлемдесуге болады. Туыстарың болса, ол болады. Иә, махрамдарың болса, туыстарың болса, сен олармен сәлемдесе аласың. Әйел кісілермен сәлем беруге, сәлем алысуға ол болмайды. Енді мүлдем исламды түсінбейтін болса, намаз түсінбейтін болса, намаз оқымайтын болса, енді мұсылман, бірақ намаз оқымайтын, сен не істейсің онымен? Амандасасың да. Мен амандасасың, оған исламды түсіндіре бастайсың. Бірақ негізі әсіресе жас жігіттер, қыздармен сәлемдесіп, қол алысып, бет сүйісіп ол болмайды. Оның бәрі харам болып табылады. Оның бәрі зинаның бір түрі болып табылады. Ол саған сенің екеуің арасында ешқандай не туыстық қарым қатынас жоқ, не неке байланыс жоқ. Сондықтан екеуінің өйтіп амандасуы дұрыс емес та. Қыз бен жігіттің өйтіп амандасуы дұрыс емес. Ау. Қалайсың айтып беремін де? Жалпы біз жұмыстағы кісілермен ол жұмыс бойынша ғана сөйлесе аламыз да. Қалжыңдасып, арада қалжың жүргеннен кейін ары қарай әңгіме кетеді. Ер кісі мен әйел кісінің арасында кішкене не болу керек, ұят болу керек.